11 күн жаңа әдеттерді қалыптастыру. 11 күн адамның жүрегін тазалап, жаңа әдеттерді бекітуге арналған маңызды күн. Өміріміздегі кішкентай өзгерістер үлкен жетістіктердің бастауы. Бұл күні біз бұрынғы күндерде үйренген жақсы әдеттерімізді нығайтып, өз ісіміз бен ойымызды дұрыс бағытқа бейімдейміз. Негізгі ойлар мыналар. Бірінші, тұрақтылық. Пайдалы әдеттерді күнделікті өмірге енгізіңіз. Мысалы, таңғы дұғаны уақытында оқу, Құран оқып, мағынасын ойлау, немесе отбасыңызға жақсы сөз айту бәрі жүректі нығайтады. Екінші, тыныштық. Күннің бір сәтін тыныштықта өткізіп, Аллаға дұға жасаңыз. Жүрек тыныштығы дұрыс шешімнің бастауы. Үшінші, шүкіршілік. Бар нәрсеге разы болуды үйрену жүрекке жеңілдік әкеледі. Денсаулыққа, тыныш күнге, отбасына шүкір айту рухани күш береді. Төртінші, іс-әрекет. Білім мен иманды тек оймен емес, іс арқылы көрсету керек. Біреуге көмектесу, жылы сөз айту немесе жақсылық жасау күнделікті әдетке айналсын. Бесінші, сенім мен ниет. Бүгін өзіңізге мынадай ниет жасаңыз. Я, Алла, маған дұрыс жолда болуға күш бер. Жаңа әдеттерімді нығайтуға көмектес. Сабырлы әрі шүкірлі болуға үйрет. Тапсырма сіздерге. Біріншісі, 11 күннің негізгі ойларын қысқаша 5-6 сөйлеммен өз сөзіңізбен жазу. Екінші, бүгін үйренген жақсы әдеттің біреуін таңдап, күнделікті өмірде қалай қолданатыныңызды жазу. Үшінші, дұға немесе шүкіршілік туралы өз ойыңызды жазу. Бұл күн адамның жүрек пен ойдың тазалығы, сабыр мен шүкіршілік, жаңа әдеттерді қалыптастыру жолындағы маңызды кезең екенін көрсетеді. 11 күн арқылы адам өзіне сенімді болып, Аллаға жақындайды, өміріндегі өзгерістерді дұрыс бағытқа бейімдейді.